Сәлеметсің бе балақай? Ал балалар, бүгін біз әліппе сабағының 4-ші сабағына да келіп қалыптық. Балалар, сендерге әліппе оқулығы ұнады ма? Жарайсыңдар балалар, сендердің білімге деген құштарлықтарың мені қатты қызықтырып жатыр. Сондықтан сендерге келесі сабағымды да өткім келеді. Тыңдағыларың келе ма? Рахмет балалар. Балалар, бүгін біз бір керемет сабақпен кезігетін боламыз. Мұқият қараймыз экранға. Мен әдепті баламын. Яғни бүгін балалар біз әдептілік туралы сөйлесетін боламыз сендермен. Балалар, экранға қараймыз. Екі жақта оқушы өздерімен әдептілік туралы бөліскелі отырып бізбен бірге. Жалпы әдептілікті дегенді қалай түсінесіңдер? Оны ата-аналарыңа, достарыңмен және мұғаліммен бөліссеңдер болады. Әдептілік тақырыбында қалай түсінеміз? Қандай оқушыны әдепті оқушы дейміз? Әдепті оқушы қалай болу керек деп. Егер сендер ойларымен бөлісіп болсаңдар, мен сендерге бірнеше сұрақтар қойғалы отырмын. Сұрақтарға жауап беруге кірісейік ендеше. Қандай жылы және әдепті сөздерді білесіңдер? Кәні атап жіберейікші. Жарайсыңдар балалар. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қайырлы кеш, астарыңыз дәмді болсын деген сияқты көптеген әдепті сөздерімізді күнделікті өмірде айтып жүрміз балалар. Тағы қандай сөздерді қосып айтқыларың келіп жатыр? Міндетті түрде мұғаліммен бөлісетін болыңдар. Әдепті балалар қандай болады сенің ойыңша? Қандай балаларды әдепті балалар дейсіңдер? Сенің әдепті досың бар ма? Жалпы өзің досыңды әдепті деп есептей аласың ба? Ойымызды бөлісеміз міндетті түрде. Әдептілік дегенді қалай түсініңдер енді? Әдептілікке қандай іс-әрекеттеріміз жатады екен? Осы сұрақтар төңірегінде жауап бере отырып, мұғалімге және ата-аналарыңмен, достарыңмен бөліссеңдер болады. Қорыта келе балалар, әдептілік дегенімізді топтастырып қойдым. Жалпы әдептілік ол ең бірінші үлкенді сыйлау. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, ата-анаңды тыңдау, мұғалімді тыңдау және бір-біріне көмектесу. Егер білместіктен істеген іс-әрекетің болса, міндетті түрде досыңды ренжітпей, одан кешірім сұрау, өтірік айтпау, бір-біріңді құрметтеу және шыншыл болу. Қандай жағдай болса да, тек қана шындықты айтуыңыз керек. Егер сен қателессең, онда ұстазың, ата-анаң немесе досың сенің шын айтып тұрғаныңды білсе, кешіреді және сенен ары қарап дос болғысы келеді. Ал егер сен үнемі және өтірік айтатын болсаң, досыңнан, ата-анаңнан, мұғалімнен кешірім сұрамайтын болсаң, әрине сенің онда әдепсіз қыз екен, немесе әдепсіз ұл екен деген ұғым болып қалады ол адамда. Сондықтан да біз балалар әдептілікті ұстануымыз керек. Тәртіптілік қай жерде? Қоғамдық орындарда, үйде, дастархан басында, сабақта және ойын алаңдарында әрқайсының өзінің тәртіптілік ережелері бар. Сол ережелерді ұстанып, сол тәртіптілікпен жүруіміз қажет. Сол кезде сендер керемет, әдепті қыз, әдепті оқушы бола аласыңдар. Балалар, сонымен мен әдепті баламын деп бүгінгі тақырыпқа ат қояйық. Яғни біз айтып атқан сөздерінің бәрі әдептілік. Соның бәрін орындаған оқушы
әрине әдепті бала болады. Ондай оқушыны ешкім әдепсіз екенсің, сен тәртіпсіз екенсің деп айтпайды. Қайта саған рахмет айтып, өз ризашылығын білдіріп отырады. Яғни сен үлкеннен рахмет алып отырсаң, өз ризашылығын білдіріп, сенің басыңды сипап, ақылдым, ботақаным дейтін болса, онда сен өзіңді әдепті баламын деп есептеуіне әрине болады. Ал балалар, бүгін біз мына сюжетті суретке қараймыз. Осы суретке қарап отырып, қасыңдағы досыңмен әңгіме құрастырып үйренеміз. Яғни суреттегі кейіпкерлерге, заттарға қарап отырып әңгіме құрастырайық. Кәні суретте кімдерді көріп тұрмыз, және олар қандай іс-әрекет жасап жатыр, қандай заттар бар осы суреттің бейнесінде. Бірінші соған назар саламыз. Одан кейін әңгіме құрастыруымызға әрине болады. Суретте бір қыз бала, бір ұл баланы көріп тұрмыз. Оларға ат қоямыз. Және дүкенші, және қарт кісіні көріп тұрмыз. Міне осы бұл кісілерді кейіпкерлер дейді. Осы сенің құрайын деп жатқан әңгіменің негізгі кейіпкерлері осы 4 кісі. Осы 4 кісі арқылы өзіміз әңгіме құрастырып көреміз. Және осы жерде заттарға да көңіл бөлеміз. Міне құраған әңгімелеріңді мұғаліммен бөлісіп, мұғалімге ұялмай, қысылмай айтуға тырысамыз. Және балалар, осы жерде қандай іс-әрекетті көрдіңдер? Яғни қарияға мына бала не істеп жатыр балалар? Көмектесіп жатыр. Яғни балаға кім деп ат қойдыңдар сендер? Ал мен бұл балаға Асқар деп ат қойым деп отыр. Асқар қарияға несін алып берейін деп жатыр? Көзілдірігін алып берейін деп. Қарияның көзілдірігі жерге түсіп кетіпті. Соны Асқар көтеріп, қарияға алып беріп жатыр. Және қызға ат қоямыз. Дина деп ат қояшы. Дина не істеп жатыр? Міне осындай сұрақтарға жауап бере отырып, шағын әңгіме құраймыз. Енді осы жердегі заттарға көңіл бөлеміз. Дүкен сөресінде нелер тұр балалар? Және қабырғада не ілулі тұр? Қарт кісінің несі жерге түсіп кетті? Осы сұрақтарға жауап берейік. Балалар, енді осы жерде біз жеке сөздердің атауымыз қажет. Суреттерге қараймыз. Нені көріп тұрмыз балалар? Әрине, нанды көріп тұрмыз, балалар, нан. Енді нан деген сөз, бұл төртбұрыштың ішінде тұр. Егер бір төртбұрышты болса, онда оның ішіне тек сөз жазылады. Яғни нан деген сөз шықты. Келесі, дүкенде не ілулі тұр еді? Жаңа байқадыңдар ма сендер дүкеннің қабырғасында? Не ілулі тұр еді балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Сағат ілулі тұрған, сағат деген сөз шықты. Керемет. Енді қарияның несі түсіп кетті жерге балалар? Асқар оған не істеді? Кәні ойымызға түсірейік. Әрине, көзілдірік. Балалар, өте тамаша. Міне балалар, біз бүгін сюжетті суреттегі 3 заттың атауымен таныстық. Яғни осы атауларға 3 заттың суретке атауын біз оны сөз дейміз. Яғни нанның суретін көрдік, астына нан деп жазылды. Яғни нан деген бір сөз. Сағат деген бір сөз шықты. Көзілдірік деген сөз шықты. Міне балалар, бұларды біз сөз деп атаймыз. Сөз дегеніміз ол әріптерден құралады. Мына жердегі әріп санын санап көрейікші бәріміз. 1, 2, 3. Нан деген сөзде 3 әріп бар екен. Және А дыбысы балалар естеріңде ма? Ол қандай дыбысқа жататын еді? Дұрыс айтасыңдар, ол дауысты дыбыс. Сонда нан деген сөзде қанша дауысты дыбыс бар? 1 дауысты дыбыс бар. Және 2 дауыссыз дыбыс бар.
Міне осылай келесі сөздерді мұғаліммен бірге талдаңдар. Ал балалар, енді құрастырмаққа да кезек берейік. Астындағы қарындаштарды көрдік, олардың түстерін айтамыз, және осы түстерден не құрастыруға болады? Осы қарындаштарды пайдаланып не құрастыруға болады деп ойлайсыңдар? Яғни қарындаштар тура мына сөздің несіне келіп тұр балалар? Пішініне келіп тұр, сөз жазады. Бір сөздің тік төртбұрыш жасап тұр мына жерде. А қарындаштарымыз да сондай тік төртбұрыш жасап тұр. Және олардың түстерін ажыратып үйренеміз. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгін сабаққа керемет қатысыңдар. Және балалар, астындағы қарындаштарды түстерін ажыратып, оны санауды да ұмытып кетпеңдер. Санай аламыз ғой, жалпы? Жарайсыңдар. Ендеше қызыл қарындаштан бастап санап шығамыз, және оны кері санап шығамыз. Тамаша балалар, бүгін сабаққа сендер керемет қатыстыңдар. Балалар, келесі кездескенше сау болыңдар. Білімде тек қана алда және әдепті оқушы болыңдар деп сендермен бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар. Мен сендерді келесі сабағымда асыға күтетін боламын.